Әйелдің қолынан бәрі келеді. Мұнан 20 жыл бұрынғы бір жайт есіме түсіп отыр. Бір танысым 6 қыздан кейін ұлды болып бесік тойға бардық. Сондағы әкенің қуанышын сөзбен айтып жеткізу қиын. Торсық шеке ұл сүйген ананың да бақыттан басы айналып жүргені анық. Осы отбасының мұнан 1 жыл бұрын шаңырағы ортасына түсуге шақ қалғанын біреулер білсе, ендігі біреулер тіпті күмәнданбас. Оның тарихы бұлай. Жанармай құятын станцияда оператор болып істейтін Тимурмен 90-шы жылдардың басында танысқам. Сол тұста жанармай құятын станцияда танысым болмаса, көлігін жүрмей қалатынын мұндайды басынан кешкендер жақсы біледі. Екеумізді таныстырған сол мұқтаждық еді десем, өтірік емес. Бір күні бекетке барсам, Тимур ішіп отыр екен. Әйелімен ажырасатынын айтты. Кім кінәлі? Мен кінәлі дейді. Не бүлдірдің? Көзіне шөп салдым. Тимурдың 6 қызы барын білетінмін. Келіншегі де бір аяулы жан. Не болды, қалай болды, түсіндіріп айтсаншы деймін қапелімді. Ыңғайсыз күйге түсіп. Оның әңгімесінен ұққаным, бекеттің жанындағы бір үйде күйеуі қайтыс болғанын келіншек тұрады екен. Сол әйел шелегін көтеріп бекеттегі колонкадан су алуға жиі келіп тұрады. Сөйтіп жүріп, бұл екеуінің таныстығы достық шеңберінен шығып кетеді. Күйеуінің жұмыста көңілдесі бар екенін анашыр адамдар Тимурдың әйеліне жеткізеді. Ол айғайға басып, күйеуін үйден қуып шығады. Енді қайтпесін? Білмеймін, бірақ үйге баруға бет жоқ менде деген Тимур орнынан тұрып кетті. Келесі сенбіде бекетке тағы келдім. Тимур жұмыста екен. Мәз, 2 езуі құлағында. Нене жетісіп тұрсың деймін, ештеңе түсіне алмай. Сен не, одан да не болғанын сұрамайсың ба? Ал сұрадым. Сол күні сен кеткен соң әлгі көрші келіншек келді. Оған болған жайдың бәрін айтып бердім. Көлігінді оталдыр деді. Қайда барамыз деймін таңданып. Сенің үйіңе. Не істемексің? Әйеліммен сөйлесемін. Есің дұрыс па? Менің әйелімді білмейді екенсің. Шашымды жұлып қолыңа ұстатады. Әуелі апаршы, одан кейін көре жатармыз. Деп қояр да қоймай біздің үйге бардық. Мастығым тарқап кеткен. Есікті әйелім ашты да, жанымдағы келіншекті көргенде шаптығып шыға келді. Көңілдесінде енді үйге әкелейін дедім бе, ұятсыз. Менде тіл жоқ. Тізгінді келіншек қолына алып. Көршілерден ұят, үйге кіріп әңгімелесейік деді. Мұндайды күтпеген әйелім де абдырап қалған сияқтанды. Соны пайдаланған келіншек екеуміздің арамызда болған жайды ашық айтты. Не болған болса болды, өтіп кетті. Еркек үйден таппаған қызығын көшеден іздейді. Мен де жесір әйелмен осалдық таныттым. Бірақ енді қайталанбайды. Күйеуіңе ие бол деді. Әйелімнің 2 көзі ұясынан шығып кете жаздады. Керек емес маған мұндай бай. Алып кет деп дауыс көтеріп келе жатқанда келіншек тағы тоқтатты. Бақытыңды басқа теппе. Осындай еркектер далада қалады деп пе едің? Мен сияқты байсырап жүрген талай әйел қолына кіргізіп, қандай күтетін болады? Сен 6 қызбен сонда не істемексің? Есіңді жи деген сөздерден кейін әйелім сабасына түскендей болды. Еркектің қадірін мен сияқты байсыздар біледі. Бір еркектің жасады деп барынан айырыласың ба? Ақымақ болма. Сонан соң маған қарап, сен де бала шағаңа қара, енді қайтып маған жолама деді. Мен өн мен түстің ортасында тұрдым. Есімді жиғанда келіншектің үйден шығып бара жатқанын бірақ байқадым. Содан бері үйдемін деп қутын етеді. Мен осы бір көңілсіз оқиғаның соны жақсылықпен аяқталғанына қуандым. Арада жыл өтер өтпестен Тимур хабарласты. Мен ұлды болдым. Бесік тойға келіңіз деп. Тойға шақырды. Барып құттықтадым. Сәбиге Әли деп ат қойыпты. Бұрынғы өкпе-наз ұмытылған. Жұрттың бәрі бақытты көрінді маған. Я, әйелдің қолынан бәрі келеді.